сәлеметсіздер ме? Мен Кульбаева Тамаша Александр қызы Қостанай облысы Рудный қаласы әкімдігінің Бейімбет Майлин атындағы 7-ші мектеп гимназиясында көркемеңбек пәні мұғалімімін. Бүгінгі күні адамға ең бірінші өмірлік қажет еңбек екенін уақыт дәлелдеуде. Адам өмір үшін аса қажетті әрі өмір бойы тоқтаусыз білім беретін пән еңбекке баулу пәні қазіргі таңда технология үздіксіз дамытуда. Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі заман талабына сай басқару, білу, ұйымдастыру, іске асыру жұмыстарына бейімдеу басшылыққа негіз болып отыр. Болашақ маман иесі өз өндірісінен түскен қаржыны жұмсай алатын жекеменшік иесі, азаматтық нарыққа қатыса алады, өз ісіне жұмыс беруші, ұйымдастырушы, жұмыстың сапасына жауап беруші болып табылады. Сондықтан сіздерге бүгінгі ұсынылып отырған сабағымда жүзеге асырылатын педагогикалық идея сабақта заманауи тәсілдерді қолдана отырып еңбек етудің алғы шарттарын үйрету арқылы балалардың кәсіптік білімін дамыту, болашақ мамандық таңдауға даярлау, эстетикалық талғамын қалыптастыру. Оқушылар, қазір сіздерге мен конверттегі хатты таратамын. Осы конверт арқылы біз топқа бөлінеміз. Үш топқа конверттің ішіндегі берілген ұғымға мәлімет жинақтап, онымен, яғни соңында таныстырамыз. Материалдарды іздестірді. Яғни алаша кілем деп отқанымыз әртүрлі түстегі жүндер мақтадан өрнектеліп тоқылатын төсеніш мүлік болып табылады. Алаша кілемді екі түрлі әдіспен тоқиды. Бірінші әдісі ол түрлі түсті, яғни мақталарды жарастыра тоқу арқылы, екіншісі сана отырып жарастыра тоқитын кілем. Қолданылатын материалдар бұған кілем тоқуға арналған станок, яғни қондырғы, арқау жіп, тоқыма жіп және бірнеше қайшы керек, яғни әртүрлі. Көбінесе алашадан бізге қазіргі таңда қоржындар, төсеніштер көбінесе осы алаша кілем тоқу әдісімен тоқылады. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қалай деп ойлайсыздар? Кілем тоқу және оның құрал-жабдықтарымен танысамыз. Дұрыс, балалар. Енді сабағымыздың келесі кезеңіне көшейік. Экранға назар аударып, бейнебаян көреміз. Жіптер керілгеннен кейін, жіптерді сәт керіп, үстіп жинақтап шығамыз шетінен. Арқауды керіп болғаннан кейін, оң жіп, сол жіп, жіптерді бөліп тұру үшін арасына ағаш саламыз. Оң жіп, сол жіп дегенім, бір жіп артқа кетеді, бір жіп алға түсу керек. Гобеленнің негізі арқауын тоқып біттік. Енді жаңа түрлі түсті жіптермен, енді ары қарай гобеленнің өзін бастаймыз. Гобеленді тоқу өзі процесі үлкен, ұзақ уақыт алады. 10 сантиметр тоқу үшін кемінде бір апта уақыт кетеді.
Bir гобеленді аяқтау үшін 1 ай, 1,5 ай уақыт кетеді. Ол гобелен өте ұзақ тоқылады. Гобеленді болғаннан кейін гобеленді әдемілеп ағаштан басқа зергерлік бұйымдар қосамыз. Сөйтіп гобеленді сыртын безендіреміз. Міне біздің 2 айлық еңбегіміздің нәтижесі. Гобеленіміз дайын. Ағаштан жақтауларын дайындадық, безендірдік жақтауларын. Жақтаулардың ішіне мынандай матадан безендірулер жасадық. Гобеленіміз дайын. Бұл кез келген шаңырақтың сәнін келтіретініне сенімдімін. Енді балалар, біз жаңа бейнебаян көрдік. Енді қазір сіздерге суреттер беріледі. Осы суреттерді пайдаланып, болашақ кілеміміздің эскизін жасап шығаруымыз керекпіз. Яғни бізде мынандай жұмыстар шығу керек. Сонау ерте заманнан келе жатқан ата-бабаларымыздың тоқыған 2 жүздемелі кілемі болып саналады. Бүгінгі сабақта мен бұл кілемді шатасы мен арқа жүптерін кезектестіріп ауыстыра отырып тоқыдым. Қазіргі таңда енді мен бұны үйді әсемдеп, көркемдеп қою мақсатында бөлмеме ілдіріп қоямын деген ойдамын. Бүгін сабақты топта жұмыс жасай отырып, өзгенің пікірін тыңдауды үйрендім. Және бүгін біз кілем тоқу өнерін зерттедім. Бүгін алған білімім болашақта қажет болары сөзсіз. Сабақта балалар жаңартылған білім беру аясында оқушылар түрлі қызметтің қыр-сырын біліп, неге қызығатындарын анықтап, мамандық таңдауда дұрыс бағдар алады. Зерттеу жұмыстары жоба жасау жұмысы барысында өздерінің функционалдық сауаттылығын, сын тұрғысынан ойлау дағдылары дамыды деп сеніммен айта аламын. Назарларыңызға рахмет.